Құрметті отандастар, мен өндіріс саласында еңбек етемін. Күн сайын өндірісте жұмыс істей отырып, ең басты құндылық адам өмірі және қауіпсіздігі екенін жақсы білемін. Конституцияда әр азаматтың өз кәсібін еркін таңдау құқығы және қауіпсіздік еңбек жағдайына ие болу кепілдігі бекітілген. Бұл жұмысшыларды қорғау және жұмыс берушілердің жауапкершілігін күшейтудің негізі. Қауіпсіз өндіріс тұрақты даму мен сапалы нәтижені қамтамасыз етеді. Сондықтан 15 наурызда мен жұмысшылардың қауіпсіздігі, әріптестерінің денсаулығы және балаларымыздың болашағы үшін дауыс беремін. Дорогие коллеги, граждане, меня зовут Берманов Кайрат Амантылыч, я являюсь генеральным директором Темпо Казахстан. На данный момент у нас работает порядка 200 человек, при плановой численности 600 человек. Реализация проекта такого масштаба в рамках республики, региона была бы невозможна без активной жизненной позиции. Как вы знаете все о том, что 15 марта у нас будет проводиться референдум об изменениях Конституции. Я призываю всех своих сотрудников, земляков принять участие в данном мероприятии, а именно в референдуме об изменениях Конституции. Ведь речь идет о глобальных изменениях, которые коснутся каждого человека, каждого сотрудника. И я призываю проявить активную гражданскую позицию.